Мына подарка құрдас, мен Нұргүл жаныма ақ күйін құсосының ұнайды деп ойлайсың ба? Өлеме, давай мына мен қатып қолым бар құрдас, мына тез-тез ішіп та подарканы алып үйге бір тост айтып жіберем құрдас. Короче, Нұргүл екеуің бақытты болыңдар. Аман, сау болыңдар. Мен оның кішкентай кезінде артынан жемен жүгіріп жүрдім. Уалейкум ассалам. Ой, уалейкум ассалам. Салам алейкум, қалайсыңдар? Уалейкум ассалам, жақсым, братишка. Кім? Ішіп тұрсыңдар ғой сендер? Не, жеп тұр деп ойлап тұрсың ба не? Көп сөйлеме. Мынау не, кімнің елкісің мынау? Біздің елкі, мен ақ кемпірімдікі бар ғой. Қайда алдыңдар, ұрлап алдыңдар ма? Ұрлап алдық ал, не? Прикинь, ұрлап алдық деген кезде біз қолымызды қайырып алып кетсек. Все, давайте, қолдарын қайырмай қойын, жүріңдер, менімен бірге жүріңдер. Шек қайда? Жолым болсын конкретно. Бара бер өзім, біздің мазаны, біздің кайфты құртпай қойшы. Ма айтыпсың ба сен? Енді кімге? Сәрсен, ең. Мынаны қара. Ма, базар жоқ, Хуго Босстан куртка алып алсың. Қайда Хуго Босс, мынаны көрдің ба, мынаны? Ма, базар жоқ, Хуго Босс форма кетіп жүр, давай, ал аны елкіні, давай. Қайда барамыз? Жүр, көрсетем, давай. Жетон қайда, жетон? А? Жетон. Жетон үйде зарядкада, ал аны, давай, кет. Давай, кет, ал елкіні. Құрдас, құртты. Құртты, не істейсің? Құрдас, құртты. Алам. Мына қатына елкіні подарок жасайтын болып, соны ұрлап кеттік қылдар. Айтып тұр ғой, ұрлап кеттік деп. Қатыңа басқа бір подарок жасай алмайсың ба сен? Елкің не сен? Елкіні қатты жақсы көреді. Маңара, көріпсің ба, оқу білесің ба? Білмейсің ғой, все равно. Зам әкімнің елкісі, заявление, зам әкімнің елкісін ұрлап кеткен бүгін. Ой, біздер дегенде мусоркадан алып кеттік дейм ба? Қалай сен зам әкімнің үйін мусорка дейсің, Даже мен айта алмаймын өйтіп, Мен айттым, саған алмай қой дедім бар ғой. Давай, сен айтшы, атың кім сен? Ладно, не важно, айтшы сен, қалай болды бәрін, айтшы басынан. Короче, мен 1988 жылы дүниеге келдім, короче, мен. Ол басынан емес, сен бертін келе айтшыш, бүгін, таңертең тұрдыңдар, сосын давай баста. Короче, мен құрдасыма келдім, қонаққа. Сол қонаққа келіп, сосын... Маған айтып отырып келдім. Түсініп отырмын. Кетіп батамын екен, кетіп баққанда бір жерде короче, бір елкі көріп қаламыз. Елкі көріп қалады құрдас. Сосын құрдас маған папараз етеді, короче, ана елкіні дейді, маған алып кетеді дейді, үрей дейді. Сосын жас жарайды. Сен өзің естіре маған деген тыныш отыршы. Нормально адамда сөйлеп отыр ғой сен, тыныш отыршы. Давай, жалғыз. Сосын елкі үйге апарып бердік подаркасы. Болды, 7 жылға кетіп тұрсыңдар ғой, каждый. Давай мен бір дерзкісі анекдот айтып берейін. Сен күлсең, біз жіберіп қоясың. Давай. Күлетін болсам только, Давай. Күлсем жіберем. Бірақ жалпы күлесің ғой да, былай да? Жалпы күлеміз ғой. Жылына 2 рет күліп тұрамыз. Біреу ден милиция. Келесі 2-ші күн таңертең күлеміз. Короче, бар ғой. Балаусақ қыз едің бір кезде, шашығақ бантиға... Жынды ма, сен анекдот айтам деген жоқсың бе? Короче, самолеттің ішінде бар ғой, полный самолет аңдар ұшып кетеді ғой. Аңдар ұшып кетеді. И прикинь, аю кімге айтады дейді, жаңа қоянға артында отырып, аю мен қарға отырып қалады ғой бір жерде. Соған аю айтады дейді, қарғаға давай, жайлап қатып алмадық па деп. Өздері тауып алған, мен қатысым жоқ оларға, мен оны тауып берген жоқ оларға. Өздері, короче, бір караулы алады да, қатып алды ғой. Арыстан жынданып кетеді де, екеуін желкесіне ұстайды да, лақтырып жібереді ғой. Екеуі жерге келіп, пуақ деп түседі ғой. Түскеннен кейін аю айтады дейді, қарға сен деген қуасың ба, сен қанаттың бар емес пе? Ұшып кетпедің ба десе, қарға ұмытып кеттім деп айтады дейді. Фокус болған ма, братан? Не фокус? Мен құрдасым дерзкий фокус көрсетеді. Егер сол дерзкий фокус саған өтіп кетсе, онда біз жіберіп қоясың. Біреуін таңдай өш. Таңдадым. Құрдас ие кеткім келіп жатыр.
Я осы карта. Болды. Кетейін. Қай кеттің деп? Сен вот А? жіберем деген жоқсың ба сен? Қашан? Маған айтқан жоқсың ба? Жіберем бара бересің. Ол тоже фокус қой. Жіберем дейді, жібермей қаламын. Көп бізде ондай фокустар. Алло. Да. Я. Жоқ, пожарный емес, просто біздің кабинетте ремонт болады да, мен солардың кабинетінде отырмын. Давай, аға, давай. Ойланып қойыңдар, я ма? Не істейтіндеріңді, қалай шығатындарыңды. Бәрі оқ жоқ ішінде. Давайте. Тас келіңді. Жұмыр. Сен дейтін ана кімдің балдыз екесің ба? Омар Рүстем. А? Танысың ба? Жоқ. Или ана Қалмұрат Серіктің несімсің ба, біріншісің ба? Жоқ, танып тұрған жоқпын. Ана кімнің Серікжанова Айгерімнің несімсің ба сен, балдызы? Жоқ. Мен сен жіберейін деп отырмын ғой, яғни жасыш. Иә. Соның балдысың ба? Иә. Все, айтпайсың ба сен деп сразу. Давай, жібере салайын сендер, уақыт жоқ сендерді, оформлять етіп отыратын, қазір тем более. Үйге кету керек. Бірақ естеріңде болсын, ертең, ертең дегенді біле ма, но? Завтра. Білмейді бақыл. Иә, завтра дұрыс ғой айтпашы. Ертең мен аулама келесіңдер, қар тазалап кетесіңдер, түсіндіңдер ма? Болды ғой, тазаланып тұр ғой, братан, сенің шаруаның қаржы болмайды, братан. Точно ма? Навес қондырып тұремыз ғой, надо будет құрдас, навес қондырып бермейсің ба, да? Сварщикпін, иә. Сварщик қой, навес қондырып тұремыз ғой. Сосын тағы да міне. Роуденің инстаграм страницасы мынау. Кіріп, подписаться ет, лайк қойыңдар обязательно. Ертең гиф конкурс жасайын деп жатыр, ана бастық соған керек. Не лайк дейді? Қайда кір дейді? Жарат, бара беріңдерші, бар, все, бара беріңдерші. Құрдас, самый главный Нұргүлге айтып қой жүрме, ана ұрлаудық деп түсіндің бе? Ұмытып қой жүрмесін. Давай. Ассаламу алейкум. Все. Не подскажете, где вас надо? Куртканы шешші. Не понял. Куртканы алдын шешші деймін сейчас. Не знаю. Енді қара куртка киетіндерден қорқатын болдық қой, құрдасы. Ей, Мұхтар! Не бақыраясың? Ей, не қылып жүрсің сен? Үйге кірмейсің ба? Не үстіне кимегенсің? Сен не үшін? Не қылып жүрсің? Дүкенге бар. Сүт алдым, нан алдым. Не үйде сүтің, наның бітіп. Ой, қош, қайтадан ішіп алғансың, бар үйге кіріп, жаурап қаласың. Жауаз? Сен осы аурусың, ой, ауырып жүрсің ба? Ой, жоқ. Қалай жоқ? Мұхтар таңертең сені қаратуға апарам деп еді ғой. Сен өзің шалың шығар, ауру. Сендер мені ауру қып десіңдер. Мынау немене? Мынау сюрприз. Немене? Сюрприз. Сюрприз? Сюрприз де. Сюрприз дейді ғой. Подарка. Подарка? В общем, саған құрдасым саған подарка жасағысы келген. Маған? Қуантайын деп, бір кішкене нетейін деп саған. Нетейін деп? 30 жылдан бері маған подарка жасамаған, енді жасақ қапты дейсің ғой. Ата құрдас қой, подарка жасағысы. В общем, құрдас сені мақтайды ғой, айтып білмеймін, үйде постоянно айтып, о, тамақты теріс келіп сыреттегі, айтып білмеймін, мен айтып ұмытып қалдым. Сені мақтайды да жүреді, айтып осылай мен кетіп қар салып ертіп ташап деген сәтті. Қош. Рас па? Иә. Сонда ана мен жаманшылық шынымен де маған сюрприз жасайын деп жүр ма? Иә, сюрприз айтып дайындап қалған екен құрдасын атап саған.
түсінікті. Қой жарайды, жеңдер. Мен шай қойайын, анау жаурап қалған шығар. Нұргүл. Сен әппен демеп кетіпсің ғой? Қош, қай жағына.